Сарымсақтың піскенін қалай білуге болады деген сұраққа жауап. Сарымсақты күзде егеміз. Осындай өзбектің қызыл сарымсағын аламыз. Осының бір бөлігін өзінен 3 есе тереңдікке көмеміз. 3 есе тереңдікке көмеміз. Жақын жерге көмсеңіз, қатты аязда топырақ қысып, жердің бетіне шығарып тастайды. Көктемде сарымсақ көктеп шығады. Бірталай уақыттан кейін басына гүл бүршігі шығады. Гүл бүршігі шыққан уақытта біздер оны шыққаннан кейін, бір аптадан кейін кесіп алып тастаймыз. Білу үшін 1-2 шоғын қалдырамыз. Өсе келе, мына гүл шоғы түзеліп, басын ашып, сабақтары осылай қурағанда біздің сарымсағымыздың піскені. Міне мына сарымсақ піскен. Қазып аламыз. Уақытымен суарамыз. Өте жиі суарудың қажеті жоқ. Бір орыстың келіншектері бізбен бірге оқып атқан, солар жазыпты. Мынандай сарымсақты осылаймен көмсеңіз, ексеңіз, көп өнім алуға болады деп. Осылай бір түбін сынақ ретінде міне көмдім. Ол жерден менен 5 түп шықты. Осылай бір басты түгел тұтастай көмгенде 5-еу шықты. Қазір соны қазып қараймыз. Қандай сарымсақ шығады екен. Міне жеке еккенде мынандай үлкен болды. Тұтасымен еккенде қалай болып шығады екен. Тұтасымен еккенде міне 5 түп сарымсақ шықты. Енді салыстырайық. 5 түп сарымсақ шықты, бірақ та міне өте ұсақ екен. Мына сарымсағымыз өте үлкен. Қараңыз. Кәдімгідей үлкен. Бізге бармайды. Бұрынғыша өзіміздің әдіспен еге берген дұрыс. Міне үлкен жалғыз бөліктен тішеден осылай отырғызсаңыз, ірі жақсы сарымсақ шығады. Мынадай. Күзде сарымсақ егуді ұмытпаңыз. Жер қатпай тұрып егіп тастасаңыз болғаны.